сәлем, қалайсың? Аманда мені сенің анаң кіргізді. Мен саған қазақ әдебиетімен көмектесуге келгем. Сен осы апта болған жоқсың ғой сабақта. Ал дүйсенбіде бізде бақылау жұмысы болады. Оған қоса маған апай айтқан, солай саған келіп қандай тақырыптарды өттік соны айтсын деп. Жоқ, маған қиын емес, білесің ғой. Жақын тұрамыз бәрібір де, иә.
18'de күшті болған. Маған қатты ұнады. Көзімді ала алмадым. Қойшы бәрі күлдім, шоуға дем болды. Өзіме ұнады. Жалғастырайық, иә. Білмейтін бәлен жоқ екен өзінің. Мен Жанжатайды құшақтай алдым. Осылай құшағымыз ажырамай ұйықтап танытқан соң әлгі бауырсақты бар балалар бірігіп
Шынжатайдың шешесі болар. Өнінен үрей байқалмайды. Бізді көріп, Шынжатайға келдіңдер ме деді. Басымызды изедік. Оны ағасы мана апасына әкетті. Онда Келдібай мен Жамал ананас емес. Біз әлі тұрмыз, сұрауға тіліміз күрмелгендей. Қорқатын ештеңе жоқ деді Жамал апай езу тартып, байқамай қатты жығылып қапты. Көңіліміз орнына енді түскен секілді. Мен бізде күлген арасы қабақпен қарадым. Қашанда жел өкпесін ауысы. Біз бұрын